таспаларды пайдаланамын, бірақ менің сабағымда қазір көп слайд, интерактивный тақта немде болмағандықтан кабинетінде мен оларға сурет беремін. Суретті бейнелеп, осы суреттен ата-ана мен баланың ара қатынасы, достықтың арасында құндылықтар, туыстың арасында құндылықтар, отанға деген сүйіспеншілік қандай құндылықтардан туындайды. Бұл жерде шығармашылық қабілетін дамыту, суреттен бейнелеп беру, өз ойларын жеткізу. Болмаса кейбір суреттерді алып, ол балдарға беріп, жартылай сурет беріп, ары қарай олар осы суретті жалғастырып кету өз ойымен. Сондай нелерді етем, енді көбіне пайдаланып жүрмін. Күтілетін нәтиже бұл жерде оқушылар құндылықтар мен шығармашылықтың мәнін түсініп, жеке көзқарастарын білдіреді. Технологиялық құралдарды қолдана отырып, TEDx стилінде презентация жасайды. Екінші нәтиже бұл TEDx стилінде баяндама жасау арқылы өз ойларын сенімді жеткізеді. Бір-бірінің пікірін тыңдап, құрметтеуге үйренеді. Қысқа, сенімді